Қайтарымсыз 400 МРП грантын кімдер алады? Негізгі шарттары қандай? Мәртебенің грант алу шарттарына сәйкестігін қалай тексереміз? Бірінші шарт, жұмыспен қамтудың мынандай санаттарының біріне жатуыңыз керек. Жұмыссыз немесе жеке кәсіпкер 3 жылға дейін. Екінші шарт, әлеуметтік санаттардың біріне жатуыңыз керек. Мүгедек адам, қандас, қоныс аударушы, мүгедек баланы тәрбиелейтін тұлға, көп балалы отбасы мүшесі, жұбайы зайыбы, аз қамтылған отбасы мүшесі, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алушы, яғни асып алушылар. Осы негізгі екі шарт грант алуға жарамдылықты береді. Қосымша шарттар: бұрын алынған грант фактісінің болмауы, қолданыстағы еңбек шартының болмауы, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасының болмауы, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасын өз бетінше тоқтатудың болмауы, 12 ай ішінде бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту туралы сертификаттың болуы, тұрақты немесе уақытша тіркеу орны бойынша мансап орталығында тіркеудің сәйкестігі. Егер жоғарыдағы шарттарға сәйкес келсеңіз, мен сізге грант алуға көмектесетін боламын. Грант алуға толық сүйемелдеу қолжетімді бағада бар.